Сәлеметсіздер ме оқушылар, екінші нұсқаның бірінші тапсырмасын орындайық. Бөлшекті қысқартыңдар, алымынан аның квадратын жақшан сыртына шығарамын. 1 қосу 5а қалады. Бөлімінде а куб. Енді қысқартатын болсам, кубымен а квадраты қысқарады. Сонда алымында 1 қосу 5а, бөлімінде а ғана қалады екен. Келесі, мына жерде жақшан сыртына 3-ті шығарамын. Сонда x қосу 3 қалады. Ал бөлімін қысқаша көбейту формуласымен x минус 3 және x плюс 3 деп жазып аламын. Енді x плюс 3 пен x плюс 3-іміз қысқарады. Сонда алымында 3, ал бөлімінде x азайту 3 ғана қалады екен. Осымен екінші нұсқаның бірінші есебі аяқталды. Келесі екінші тапсырманы орындайық. Ортақ бөлімге келтірсек x плюс 1 болады. Мынаған x-тан береміз, ал мынаған x плюс 1-ден береміз. Енді 1-ден көбейтіп жазамын. 2x қосу 2 қосу 3x квадрат азайту 2x. Қарасақ 2x пен 2x жойылады. Сонда қалады екен 2 қосу 3x квадрат және бөлімінде x плюс 1 қалады. Келесі ортақ бөлімі x плюс 3 және x минус 3 болады. Сонда мынаған 1-ден беремін, ал мынаған x минус 3-ден беремін. Сонда x азайту 3x қосу 9 тең минус 2x қосу 9 бөлімінде x квадрат минус 9 болады. Осылай екінші есеп аяқталды. Келесі үшінші тапсырма. Өрнекті ықшамдап алайық бірінші. Мына жерде алымы бізге x минус 4-дің квадраты деген қысқаша көбейту формуласын береді, ал бөлімін x минус 4 және x плюс 4 деп жаза аламыз. Және бөлу болып тұр, оны көбейтуге айналдырамын да. Бөлімін алымына, алымын бөліміне жазамын. Сонда 4-ті жақшан сыртына шығарамын, x плюс 4 болады. Ал бөлімінде x-ті жақшан сыртына шығарсам, x азайту 4 болады. Ал енді қысқаратындарды қысқартайық. X минус 4 пен квадраты, x минус 4 пен x минус 4, x плюс 4 пен x плюс 4 қысқарады. Сонда қалады екен 4 бөлу x қана. Енді x тең 2 деді ғой бізге. Енді x-ті орнына қоятын болсақ, 4x тең болады 4 бөлу 2-ге, яғни жауабы 2 болады екен. Жауабы 2. Осымен үшінші есеп аяқталды. Келесі төртінші тапсырма. Төртінші тапсырмада а бөлу в тең 2-ге деген. Осы жерден біз аны 2v деп өрнектеп алсақ болады. Енді аның орнына 2v-ны қоямын. 2v плюс 2v бөлімінде 2a. 2v-ға 2v-ны қоссам 4v бөлімінде 2a. 2 мен 4 қысқарады, 2 қалады. Сонда алымында 2v бөлімінде а қалды. Енді мына жерде бізге керісінше де алсақ болады, яғни 2v тең аға деп, яғни 2v-ның орнына аны жазсам да болады екен. А бөлу а нешеге тең болады екен? Сонда 1-ге тең. Сонда жауабы 1 болады екен. Осымен төртінші есеп аяқталды.